Жамағат, әлі мен бүгін алдым сүт, түнде қоймақ, сата май. Әлі бірсі келді де, милләтін әйтмеймен де, бик қибат де, майың де, түге малайға, фермер малайына, шынасын ол кіші кеткәш мен енді әріпләшіп тұрмады мұш, түге малайға айтам, сен анарға айт, ауылға қайт та, сиыр тұт та, шында арзанырақ яса деп. Атасы бір зарланған қайандыр ақша керек еді, әлі 2 миллион, 1 миллион де таптық де, банктан 1 миллионны хүкімет береміз дегенлер кредит дейін бермеді де, әр қайсының өзінің түгі ауырлықы проблемалар енді. Нәрсе хақында сөйлесім келе жамағат, міне не сөйлесіп кеттім да, мен айтам, міне янымда түгі шешектер сатушы бір әбей менде 2-3 тапқыр қаймағын алдым, мен айтам, қаймақлары яқшы майы бегірек, міне май айында майыны сатып алсаң, суытқышқа салып қойсаң, аны қыш күніне ипеге яғып ашесің, шай ішесің, бек файдалы ол. Нешік, анда бүтін витаминлар, көп нәрсе бар енді ол майда. Шулай дейдім. Шул түгі орыс айта, кто о чем, а вшивы все про баню де. Шул хақта сөйлесім келе, мен міне шушы жерде кетіп барғанда бір уақытта сөйлегенім, ол түгі сатушылар отырадыр, ханымлар сиырны біргіне рұқсат берділер деп. Енді сөйлесіп тұрам, бір сәйті, ол де сиыр де соңыдан де 70-ші еллардан тек рұқсат берділер де, 60-ші елларда хаттан де рұқсат болмады де, 50-ші елларда Татарстанда да ауылдағы кішілерге болмады рұқсат тұтырға де. Бізде мені шулай үйде нәрсе ашарымызға білмедік, бізде нешік жәтим өстікте 3 бала де, түгі ұял айтқан аны білен 4 мәлі жәтим де. Ол сөйледі, атасы иміш нәрсе, түгі сұлы білесізді, шыл түгі сұлы ол де түгілген де, шында де, юлда де, қайда далада де. Шуны ярты қапшық жиғанда алып қайтқан, кімдір көрген де, аны сатқан, 8 ел бергенлер. Әне де қайғырып отырды де, міскін де, міне де, Құдайдан сұрап де, тезірек қайтса енді деп. Ол бірде елдан соң қайтты, әтейді нектір міне де жіберділер аны де. Шул ярты қапшық сұлы үшін, білесіз ме? Ашарына yok бейтін шуларыны. Шул неткәштек бір елдан қайтты да, көпімі азмы яшады де, әлі бірінші ай яшады де ме, вафат болды де. Бәлкі ол де кімде аны неткен де, анын үстіне yazған, бұл текшіріп біліп, яғни бұл текшіріп берген ме, кім үстінен yazған мұны қайдадыр шул түгі органларға. Шуларыны бәлкі біләсі келгендір, шына көрі әлі ағуландырғанлар, әлі бір нәрсе ішлегенлер. Міне де біз жәтим, 3-4 шул бала өстік жәтим де ауылда де шул. Бір сиыр де рұқсат болмайдыр тұтырға. Біз міне ойлайбыз, май қаймақ деп, біздің міне яқта әти мәрхім сөйлейдір, ол бал турында мәселен. Қонаққа барасың де, ол балды кішкене бір сауытқа салып қоялар де, бір қапсаң де тәмін сезмесің, бірінші 2-3 тапқыр қапсам де, бал бітеді қала де, оңайсызланып отырасың. Ол қазір міне кімдәдір хужасы сыйлы, ашағыз деп. Ол уақытта түгі қонаққа қойғанлар, гіл сақлап тұрғанлар, қонаққа деп. Әлі мен өзімді мәселен хатта толай тұрақта тұрғанда да фатирға көшкәшті бір ең тәмлі, ең уақытта әлі дефицит біраз, әлі нәрсе мен аларны гіл қолға келсе, қолға тисе, мен аларны айырым бір жерге қоядырым бір пішмаққа, бір жерге шөрлікке мәселен қонақ келгенде қонақны сылым деп. Хатта Хиндустан шайында, хатта нәрсе дефицит. Менің бір таныш, бір ершкен қыз ол айта, менде мәселен келелер қонақлар де, мен аларға грузин шайын шыртам, өзімде бір өзім болғанда де, шул индийскіні ішем де. Міне мен кіші нешік мүнәсәбәтін енді, кім нешік тәрбиеленген енді. Шул түгі бал турында, қаймақ турында сөйлемеді ол әти мәрхім. Міне қаймақ бәлкі біраз жетіп тұрған, шүнкі бізде далалар, мал, әз болса да анда-санда қаймақ ашап тұрғанлар, май қаймақ. Шул
ашап торганнар инде. Бездә шул теге еш искә төшерәләр, татар халкының әйтемен, бер капсаңда май кап дип. Шул. Әле ул бабай безнең 90 ничә яшь яшәде дә, шунда хатта мин ул казак телендә зурны өлкән диләр. Бездә өлкән дип. Мен әйтәм, нигә өлкән? Өлкән бит ул теге урысча әйтмәкче старший, мәсәлән, өлкән лейтенант дип әйтәләр. Мен әйтәм, ник? Ул шул казакча икән теге өлкән. Шул өлкәндә җәй көнне ул тора, ә без кухняда чәй эчәбез. Әни мәрхүм җибәрә бабайга мине бер савыт теге каса тулы я сарымай. Шуны бабай кичкенә кашык, бал кашыгы белән ашап куя шуны майны. Яратадыр майны. Шуны әйтәсе килә. Ул вакытта каймак бераз булган инде. Безнең өчен киң далалар, офыксыз инде бигрәк тә. Нәрсә ди? Дөресме, юкмы, мин сүз кулландым инде. Офыксыз яз, без горизонты белән. Шундый ни шиге юк даланың. Шунда йөридер мал. Тырышалар күбрәк сыер тотырга. Хатта мин әйтәсе килә, Брежнев чорында да менә безнең авылда татар шиге түгел инде, татар шите. Шунасың анда урысның ике берсе средний край дигән урта, берсе новостройка. Тегеләр мәсәлән средний край новостройка бер 500 баш сыер аерым көтү йөридер, ә безнең татар ягында да бер калмыйдыр, 300-350 баш сыер йөридер. Кешедә кайсы вакытта 2 сыер, хатта 3 сыер буладыр. Май каймак тик агылып торадыр. Башта мин балачакта исемдә инде сепарат бездә генә булды, шуна керәләр нәрсә сепарат тарта дип, сөт тартамы, оныттым инде, каймак тартамы, сепарат тарта дип әйтәдер бәлки. Башта кул белән эшләнгән ул, шунысы инде электрический булган. Шунда ди атнасынамы әллә 10 көнгәме менә күршеләр керә, чиратлап сепараттан каймак нитә, сөтен айыра инде, каймагын айыра, шунда бер сауган сыерны шул как раз шул бер кич сауган сөтне каймагын калдырып китәләр, шул түләү була инде, шул кемнең сепараты бар. Гел шул ватылып торадыр. Мин хатта студенты университетта журфакта укганда әни мәрхүм миңа теге сепаратка детальлар очратмассың, анда алмассыңмы дип гел шулай миңа юлыгадыр. Вот шундый хәл буладыр. Бу якларда икенче төрле. Мин мәсәлән Сарман буйлары җырны тыңлыйдыр. Мәрхүм Илгам Абый Шакиров рөхсәт булсын. Шуны җырлыйдыр, бик матур шулай моңлы, мин аны тыңлыйдыр. Гел нитеп куядыр, көндәшеп куядыр. Мен әйтәм, Татарстанда ничек бәхетле яшиләр икән. Менә җырлар бар. Сарман буйлары пишәннәре җитәр бер заман ди. Нәрсә мен әйтәм? Ул инде аңладым, пишәннәре җитми икән, бер заман гына җитә икән. Бездә пишән тулып торадыр. Бездә саламны мен менә мәсәлән мәктәпне тәмамлагач, теге училище алдынан университетка кирү алдынан башта ниткәнем, салам ташыганем. Бездә аны совхоз инде бушлай дисә дә була инде, копейка шундый. Пишәндә хатта бер 20 центнер булса да 30 центнер пишән. Һәр кайсын авылга, пенсионергамы эшләгән кешегә гел китереп торалар. Шунасын малга теге комбикорм гел яздырып торалар. Ул якта иркен, шуңа күрә Татарстаннан, авыллардан 61 елны без совхоз оешкач керәшеннәр күп килеп авылга керде. Алар бик тырышлыгын күрсәтте инде башта. Өйләрен матурлап тырышты. Соңдан инде безне карап тордылар да, бу мондагы татарлар бик тырышмый икән дип, алар да бераз шулай иренә башладылар инде. Булай да яшәргә була икән дип. Алар Татарстанда гел этләнеп яшәгәннәр. Бик артык эшләмәсә, юньләп яшәмәгәннәр. Анда да юньле булмаган тормышлары. Шуңа күрә безнең якларга килгән. Безнең якта инде килгәч алар тырышлыгын күрсәтте дә, соңдан тырышмаса да яшәргә була икән дип шуны аңладылар алар. Менә шуны фикерне сезгә җиткезәсем килгән. Җиткерәсем килгән. Әле җиткезә. Вакытым бетеп бара, шуңа күрә инде борчыла башладым инде. Фикерләрем тик бутала башлады. Менә хәзер каймак та бар, инде авылларда бетеп бара, кызганычка каршы. Татарстанда күбесе шәһәргә күчә. Шәһәрдә татар халкы телен битереп ята, инде битеп ята теле, авылда сакланып барган. Аллага шөкер, инде һәр ансыда юк. Кызганычка каршы битеп бара телебез. Җәмәгать шуның белән тамамлыйсым килә. Әгәр дә кызыксынсагыз, менән бәлки шул темага тагы бер фикерләр белән уртаклашырмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.